Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет той шашуына кәмпиттер тоқитын боламыз. Шашудың ортасына салып, кәмпит шашуға болады осындай. Өте оңай, тоқылуы жеңіл. Ол үшін алдымен, егер каналым ұнаған болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Ал егер ұнаған болса, бастайық. Ол үшін бізге кез келген жіп керек түс. Менде мынандай түс жоқ екен кәмпиттердің арасында. Осындай. Және ілмек керек. Мен 2 жарымдық ілмекпен тоқып отырмын. Негізгі жібіңізге қарай ілмекті өздеріңіз таңдап аласыздар. Ал бастайық. Ол үшін саусағымызға шеңбер жасап аламыз да, шеңберімізден бір бас жіп аламыз. Яғни бекітеміз. Осылайша бекітіп, саусағымыздан шығарып, ұстап отырамыз да, осы жерден біздер үш рет столбик без накида аламыз. Ол үшін әдеттегідей шеңбердің ішінен жіп алып, сыртқы біздің жұмысшы жібімізден 2 бастан 1 бас шығарып аламыз. Бұл столбик без накида деп аталады. Біреу, екеу және үшеу. Міне үш столбик без накида алдық. Содан кейін мұнаға бірінші мынау артық тұрған жіптен, мына жіптен тартамыз. Шеңберімізді жабамыз. Осылай тартсаңыздар, шеңберлеріңіз тартылады. Сөйтіп, соңғы біздің бірінші ең бірінші алған жерімізден 1 бас жіп аламыз. Мұндай 1 бас жіп аламыз да, осы бас жіпті мұна алып тұрған ілмегімізден шығарып алып бекітеміз. Яғни бізде мынадай дөңгелекше пайда болды. Осы дөңгелекшенің әрбіреуінен бір-бірден 2-ден бас аламыз. Яғни әрбір ілмекшеден осылайша 2 бастан 1 бас жіп алып, столбик без накида тоқимыз. Жаңағы алған жерімізден және аламыз. Осылайша бір ілмектен 2 бас жіп аламыз. Сөйтіп, бізде 6 бас жіп болып шығады. Екеу және сол жерден аламыз. Екеу. Так, келесі міне. Үшеу. 2 бас жіптен 1 бас аламыз. Үш бас алдық, бізде бәрі 6 бас жіп шықты. Енді осы жерге белгі қойып кетейік. Себебі біз бастаймыз. Ары қарай тоқи береміз. 2 бастан 1 бас жіп. Еш үстемесіз аламыз. Оны біз столбик без накида деп айтамыз. Ал столбик без накиданы былай аламыз. Сол мана түсіндіргендей. Астыдан 1 жіп аламыз да, жұмысшы жібінен. Мына ұзын жұмысшы жібі деп аталады осы. Так, біреу, екіншісінен аламыз. Біреу. Және сол жерден тағы 1 рет аламыз. Екеу. Яғни, бірінші дегеннен 1 рет аламыз, екінші дегеннен 2 рет аламыз. Оны біздер былай есептейміз. 1, 2 деп. 2 деген жерден 2 рет аламыз. Осылайша біз мұна белгі қойып кеткен жерге дейін айналдыра береміз. Сонда біз инеміздің басында 18 жіп болады. Біреу. Екіншісінен 2 рет аламыз. 2. Сатысып кетпес үшін 1, 2 деп есептеп үйреніңіздер. Алда уақытта 1, 2, 1, 2 деп айтсам, осы нәрсе болады. Міне бізде дөңгелекше пайда болды. Көтеріліп келе жатыр.
осылайша осы жерге дейін. Енді мына жерге жеткеннен кейін, мына бел қойып кеткен жерге жеткеннен кейін келесілері болады 1 2 3. түсініп отырсыздар ғой? 1 рет 2 рет аласыздар. Мына жерде бір-бірден аламыз да, бірінші, екіншіден, үшіншіде 2 рет аламыз. 1 2 3. 1 2 3пен келеміз. Солай, содан кейін бас көтереміз. Ешқандай бас қоспай, жоғары қарата тоқимыз. 1 2, міне үшінші алып атым. 1 2 3. Ой. 1 2 3, осы 3 деген жерден және бір бас 2 рет аламыз. Так, мына сызыққа дейін. Біреу. Келесіден екеу. Соңғы менде 3 деген жерге келдім. Міне 3. 3. Және сол жерден тағы бір рет аламыз. Енді ары қарай ешқандай да бас қоспаймыз. Мына әрбір біздің ілмегімізден бір реттен алып кішкене көтереміз. Бір келестен аласыздар, бір келестен аласыздар, бір сөйтіп мынаға белгілеген жерімізге дейін бір-бір деп алып жүре бересіздер. Осылайша 3 рет бас қосасыздар. Мен қазір сізге белгілеп кетейін. Осы жерін есептегенде 3 рет жоғары қарай көтереміз. Осылай етіп бір 3 рет көтересіздер. Мынау бір болса алса 2 3. Осылай бас қоспай көтере бересіздер. Міне мен бас тастаған жерімнен 1 2 3 рет айналып шықтым. Енді осыдан кейін біздер бөреміз, басын азайтамыз. Яғни ол үшін бір рет столбик без накида тоқимыз. Содан кейінгі жерлерден бір іліп алдық. Одан кейінгісінен 2 іліп алдық. Осы үшеуінен бір бас шығарамыз. Былай. Осылайша біз азайтамыз. Келесісін біз бір аламыз. Бір алдық, келесісін. Тек қана бір рет алдық. Келесісін мынағыдай етеміз. Біреу, одан кейін екеу. Бір келесіден де екеу алып, 3 бастан бір бас жіп шығарамыз. Осылайша біз мынандай қылып түбі біткенше тоқи береміз. Бір бас аламыз. Әуелі 2 бастан бір бас шығарамыз. Одан кейін 3 бастан бір бас шығарамыз. Мінекей 3 бастан бір бас шығарамыз. Енді осындай жерде кішкене тоқтай тұрып, пока қажетіміз. Міне, бізде осындай нәрсе. Ішін толтырмамен толтырып тастаңыздар. Нығырлап, ішін толтырмамен толтыруымыз керек. Мына толтырмамыз тоқушыма мешать етпейтіндей қылып, яғни кедергісін келтірмейтіндей қылып, осылайша болмай жатса ілмектерімнің артқы жағынан кейін мынау қозғалып жоғары көтеріледі ғой. Қазірше нығырлап қойыңыздар. Сөйтіп ары қарата біздер аузын біреуік бірге. Үшін әсемдікке мен мынандай қызыл жіппен тоқиын деп отырмын. Бағана айтпақшы, өзіміз білетін ғажайып шеңберден бастаймыз. Яғни бір жіп іліп, және бір жіпті басына өткізіп, бұны бекітіп аламыз әуелі. Содан кейін саусағымыздан алып, шеңберіміздің түбінен мықтап ұстап, былай етіп, шеңбердің ішінен жіп алып, столбик без накида тоқимыз. 3 рет. Біреу, екеу, үшеу.
содан кейін манағы бастаған бірінші артық жібіміз жүр ғой, соны тартсаңыздар шеңбер бізде дөңгеленеді осындай етіп. Ары қарата біздер әрбір манағы 3 алған басымыздан столбик без накида әрбір ойықтан 2-2-ден аламыз. Біреу мына кәмпитіміздің денесіне де сөйтіп алғанбыз, сол сияқты екеу сол ойықтан осылайша 3 рет аламыз. Келесісінен біреу тап сол жерден екеу, мінекей екеу. Келесі үшінші міне тұр, біреу, тап осы жерден екеу. Енді біз шатысып кетпеу үшін осы жерге манағы басқа түсті жіптен салып жіберейік. Енді ары қарата манағыдай 1-2 деп тоқитын боламыз. 1 дегеннен осылай аламыз, 2 дегеннен 2 рет аламыз. Біреу және 2, осы тап осы жерден 2 деп аламыз. Яғни 1-2 дегенді жалғастырамыз. Осы белгі қойып кеткен жерімізге дейін 1-2, 1-2 деп тоқып шығамыз. Одан кейін осы жерге келгеннен біткеннен кейін 1-2-3 деп бағана түсіндірдім ғой. 2 рет, ол кезде 2 рет 1 столбик без накида, үшіншіге келгенде 1 ойықтан 2 рет столбик без накида тоқимыз. Ал бірге тоқып үйренейік. Манағы айтқан ендігі 1-2 бастаймыз. Әуелі 1 рет аламыз, бір бас. Біреу. Одан кейін екіншісінде 2 рет аламыз. Біреу. Тап сол жерден 2. Яғни 1-2 деп санап, мына біздің қойып кеткен белгімізге дейін айналдырып шығамыз. Содан кейін 1-2-3 деп айналдырамыз. Ары қарай бірге тоқиық. 1-2, соңына дейін келдім мен. Мына жерден 3. 3 міне. Біреу, сол 3 деген жеріңнен және біреуін аласыздар. 3. Одан кейін айналдыра бас қоспай 2 рет тоқып шықсаңыз да болады. 1 рет болса да болады. Ол жағы неңізді қаншалықты биік қылғыңыз келеді, соған байланысты. Осылайша бас қоспай тоқи бересіздер. Bir rет айналып шықты мен. Осы жоба болып қалады мен үшін мысалға. Тағы бір рет айналдырып шығайық. Біреу. 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 Және біреу. Және біреу.
осылайша жарайды деп отырмын мен. Енді осы қызыл жібімізді кеп тастасақ болады. Сосын осы жіпті былай қарата шашыратын боламыз. Енді одан кейін біздер тоқ болдым. Енді әдемілік үшін шетіне доғаша жасайық. Ол үшін ақ жіпті кез келген ілмектен іліп аламыз. Жетемізде осы ақ жіптен 4 рет воздушный петля яғни үстеме бас аламыз. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Осылайша төртеу. Содан кейін мына жерден бір екі бас тастап, үшінші осы жобадан бір бас жіп аламыз да, осы бас жіпімізден мынадан іліп алып бекітеміз. Жібімізді таққанда бізде мынандай арка шығады. Қазір екіншісін тоқып көрсетейін сіздерге. Біреу, екеу, воздушный петля, үшеу, төртеу. Содан кейін мына жерден екі бас тастайсыздар. Үшіншісінен барып бір бас аласыздар да, мына инедегі бастан шығарып аласыздар. Яғни бекітесіздер. Міне, бекіткеннен кейін мына жібіңізді тартсаңыз, енді ашылған болар. Осынша бізде гүл сияқты доғаша басына шығады. Соны осылайша мына жерге дейін айналып шығайық басына. Міне мен алдым, қаттырақ тартсаңыз, міне осындай болды. Екінші жағына да мен мына жіпті қазір орналастырамыз. Екінші жағына да міне мен тоқ қойғаным, осыны осылай манағы жолмен қадасаңыздар, мындай әдемі бізде кәмпитіміз шығады. Қатайтып алып қазір көрсетемін. Міне менде мынандай кәмпит пайда болды. Өте әдемі, осы бұрынғы коллекцияларымның ортасына қойып апарып шашуға болады. Ал егерде құрметті каналымның қонақтары, сіздерге егер ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта той шашуының тағы да неше түрлі заттар тоқып үйренетін боламыз. Каналыма тіркеліп, коммент, лайк басып кетіңіздер. Кездескенше қош сау болыңыздар.